Осы тақырыпқа қатысты тағы бір сұрақ көтерілгенді. Және мүміндердің әміршісі соны қозғайды. Зүлқарнайн кім? Біз өткенде Яжуж бен Мәжужді ислам үмметіне кіруден тосатын қорғанға нұсқаған едік. Зүлқарнайнды мен алдымен қасиетті Құранда айтылған қорған мәселесін шешкеннен кейін қарастырамын. Мен айтқандай, қорғанның ауыспалы мағынасы болашаққа, атап айтқанда, исламға қатысты қолданылуы тиіс мағына мынада. Дәжжәлмен байланысты күштердің шабуылынан мұсылман және басқа шығыс аумақтарды қорғау үшін қорған тұрғызылады. Мұны мен түсіндірдім. Бірақ мен көрермендерге сондай-ақ айттым. Менің ойымша, бұл қорғанның нақты материалдық негізі де болуы тиіс. Сонымен біз сол қорған қай жерде екенін іздеуіміз керек. Ол қорған өз заманында өз рөлін атқарды. Және кейінірек пайда болуы тиіс ауыспалы мағынадағы қорған дәл сол қорғанға сілтеме жасай отырып айтылады. Өйткені ол қорған бұзылғанда, ол сол күйдің өзінде ақ өте нашар күйде болатын. Яжуж бен Мәжуж сол қорғанның арғы жағындағы аумақтарды жаулап алуды бастамаған еді. Себебі адамзаттың жақын тарихында біз Дәжжалға қатысты қандай да бір қорғанның бұзылғанын таппаймыз. Бірақ мен сіздерге қандай қорғандарға қасиетті Құранда тікелей материалдық мағынада да сілтеме жасалған болуы мүмкін екенін айтпақшымын. Мұны түсіну қажет. Мен қасиетті Құранның сілтеме жасауы мүмкін, немесе сілтеме жасаған деп түсінілуі мүмкін барлық қорғандарды зерттедім. Мысалы, ұлы Қытай қорғаны бар. Мен анықтағандай, ол солтүстіктен оңтүстікке қарай салынған. Бұл шығыстағы Қытай халқын батыстан шапқан моңғол және басқа да басқыншылардан қорғаныс берді. Енді бізге белгілі болғандай, бұл қорған бүкіл әлемдегі ең ұзын және ең ұлы қорған болып табылады. Және қасиетті Құрандағы қорған сипаттамасында біз сол қорғанның сыртында ешқандай қорғаныс жоқ деген мазмұндағы айтылымды кездестіреміз. Менің айтпағым, сол аймақтың тұрғындары Зүлқарнайнға келіп, оларды жаудан қорғау үшін қорған салып беруін өтінген жерде, қасиетті Құран сол орынды одан күншығыс жаққа қарай ешқандай қорғаныс жоқ деп сипаттайды. Түсінесіз бе? Сонымен осы тұрғыдан алғанда бұл да орынды. Физикалық сипаттама ұлы Қытай қорғанына да келуі мүмкін. Ол дәл осы мақсатпен. Қорған қабырғасының батыс жағында тұратын халықтардан қорғаныс табу үшін салынған. Өйткені егер қорғанды алып тастасаңыз, күн шыққанға дейін ортада ешқандай тау жотасы болмайды. Тау жоталары не Қытайдың солтүстігінде, не оңтүстігі мен оңтүстік шығысында орналасқан. Ортасында Қытай тұтастай жазық. Ал одан күншығыс жаққа қарай ешқандай қорғаныс жоқ. Сонымен егер материалдық қорған туралы айтылатын болса, бұл дәл осы қорғанға сәйкес келеді. Енді біз бұл мәселені одан әрі зерттеуіміз керек, және біз оны жіті зерттейміз. Мен оны аяқталған іс ретінде қалдырған жоқпын. Қорғанды салдыруға шын мәнінде кім жауапты болды деген мәселеге келсек, тарихи тұрғыдан оның кім екенін білеміз. Бірақ оны қандай жолмен Зүлқарнайн деп атауға болар еді. Егер біз бұл сұраққа жауап тапсақ, онда материалдық қорғанмен байланысты Зүлқарнайндардың бірі сол адам болар еді.
There's another wall Дербентте тағы бір қорған бар. at Durban. Durban is Дербент Ресейде, КСРО-да орналасқан. in USSR. It is Ол теңіздің шығысында орналасқан. of the sea. Қай теңіз еді? Каспий ма, Қара теңіз бе? Өтініш, тексеріп жіберіңіздер. Жақсы хузур. Сол қорған да арғы жағындағы халықтарды қорғауды қамтамасыз ету мақсатында арнайы салынған. Beyond that. Және ең қызығы, ол да солтүстіктен оңтүстікке бағытталған. Батыстан шығысқа қарай қорғаныс түрінде. Ол Каспий теңізінің батыс жағалауында. Не? Каспий теңізінің батыс жағалауы. It's Caspian Sea. Каспий теңізінің батыс жағалауында қазір мұсылман мемлекеті, мұсылмандар басым көпшілік тұратын мемлекет бар. Muslim majority state. Сонда Дербент деп аталатын жер бар. Урду немесе парсы тілінде бұл сөзбе-сөз қақпалар жабық дегенді білдіреді. Демек, одан арыға өтетін жол жоқ. Сондықтан сол орын Дербент деп аталады. Сол жерде қорған салынған. Кейбіреулер оны Хасроу, парсы патшасы, сол жердегі адамдарға көмек беру мақсатында салдырды дейді. Helping these people. Әзіреті реформатордың тәпсірінде не жазылған? तस्वीर में हमारी क्या नाम दिया हुआ Дари делінген бе? है? Darius. Я хузур. Хасроу парсы патшаларының лақабаты. This particular Khusro Осы қорғанды салдырған Хасроудың есімі Дари, is called Darius, a great парсының ұлы патшасы. Persia. So he will Сонымен ол қорғанды батыс жақтағы жаудан сол халықты құтқару және қорғау үшін салдырды. an enemy. Енді өте қызықтысы үшінші қорғанда бар. Бірақ бұны біраз уақытқа қалдырайық. Leave the subject of walls for a while. There are two walls Салыну тәсілі жағынан да, салыну мақсаты жағынан да қасиетті Құранның сипаттамасына келетін екі қорған бар. they are built. And the purpose Олар екі түрлі адам, екі түрлі ұлы патша тарапынан салынған. great kings. Және екеуі де солтүстіктен оңтүстікке бағытталған. Direction. And both Және екеуі де халықтарды батыстағы жаудан қорғаған қорғандар болып табылады. against the enemy from the west. Now, Енді бұл британдықтар қорғанды сөзбе-сөз бұзу арқылы Қытайды жаулап алды дегенді білдірмейді. demolishing the wall. But as Бірақ қорған мағынасын жоғалтып, енді қорғаныс бере алмайтын кезде, protection, дәл сол дәуірде британдықтар Қытайды өз отарларының біріне, яғни өз империясының бір бөлігіне айналдырды. of their empire. And Дәл солай Дербент мемлекеті де, мұсылман мемлекеті, ақырында Ресей патшалары мен батыстан келіп жаулап алынды. from the west. And Және олардың күресі мен құрбандықтар тарихы ұзаққа созылды. sacrifices. Сол мемлекеттегі мұсылмандар, сол мемлекеттің аты қалай? Дербент пе? Бұл кішкентай мемлекет. Парсы қалашығы және Дағыстандағы аймақ. Dagestan. Дағыстан бұл мемлекет аймақ емес. Province. Dagestan is Дағыстан мұсылман мемлекеті. state and which Ол өзінің тәуелсіздігі үшін батыл күресімен танымал. brave fight against their independence. This is one Бұл state орыстың патшалар тарихында оларға тыныштық бермеген жалғыз мемлекет. left them in peace. Олар оған қайта-қайта басып кірген. Оны жаулап алуға және еркін сындыруға тырысты. Және ол қайтадан көтеріліске шығып, бас көтеріп келіспеді. So this wall, Сонымен бұл қорған біраз уақыт бойы оларға қызмет етті. but when Бірақ қорған өз мақсатын жоғалтып, оларға барлық жақтан шабуыл жасауға мүмкіндік туған кезде, әрине Дағыстанның қарсылығы сынды. are not only described as Сонымен бұл екі қорған қасиетті Құранның сипаттамасына тек салыну стилі жағынан сәйкес қана емес, сонымен қатар олар кейбір ұлы патшалармен де байланысты. kings. Also, Сондай-ақ олар енді пайдасыз болып, мағынасын жоғалтқан кезде, they become батыс жақтан шығысқа қарай шабуыл жасалатын жағдаймен де байланысты. takes place from the west. Сонымен егер тікелей материалдық мағынаға жүгінетін болсақ, осы екі қорғанды есте ұстау қажет. Kept in mind if you
you must stick to the material meaning. Үшінші қорған немесе қабырға бұл жақын замандағы Берлин қабырғасы. Байқайсыздар ма? Қайтадан дәл сондай жағдай. Берлин қабырғасы батысты шығыстан бөліп тұрды. Және шығыс халықтары егер қабырға бұзылған болса, күн шыққанға дейін олардың еш қандай қорғанысы болмас еді. Сондықтан бұл қабырға қиратылған кезде батыс су тасқыны сияқты ағылып кірді. Және Ресейді батыстың басым күштерінен ештеңе де құтқара алмады. Міне, Құранның әсемдігі де осында. Оны сөзбе-сөз қабылдасаңыз, Құранның үкімдері мен пайғамбарлықтарын растайтын өте көп нәрселер бар. Тіпті сөзбе-сөз мағыналарға жүгінетін адамдар үшін де. Көп жағдайда бұл басқалар түсінетіндей дәл сөзбе-сөз мағынада болмайды. Бірақ егер сізде ақыл, парасат болса, онда сөзбе-сөз қолданудың мысалдарын таба аласыз. Бірақ одан да анағұрлым көп дәрежеде Құранның пайғамбарлықтары мен өзге де нәрселердің қолданылуы ауыспалы сипатта болады. Мысалы, таулар қозғалтылады. Енді Суайрат әл-Джабал сөзінде қолданылатын өрнек мынандай түрде түсіндіріліп аударылуы мүмкін. Тауларда жолдар мен соқпақтар қашалып жасалады. Және сол тау соқпақтарын кеңінен пайдалану нәтижесінде араб тілінде таулар Суайрат болды деп айтуға болады. Ал шын мәнінде мұны мүмкін ететін және сол жерлерді мол мөлшерде кезіп жүретін адамдардың өздері. Сондай-ақ таулар қуатты жарылыстармен де қозғалтылады. Олар орындарынан алынып тасталады. Бұрын тау болған жерлер бұзылып, толығымен жарылып, жермен жексен етілген жерлер бар. Менің айтпағым осы. Сөзбе-сөз мағына да қолданыла алады. Бірақ егер сіз ақыл парасатыңызды қолдансаңыз, және оның толығымен емес ішінара қолданылатынын білсеңіз, шынайы мағынасы ауыспалы. Және таулар енді бұрынғыдай кедергі болып қалмайды. Және жолаушылар белгіленген жолдар мен оларды кеңінен және қарқынды түрде пайдаланады. Сонымен сөзбе-сөз айтқанда, тәпсіршілер өткен замандарда қасиетті Құранның сипаттамасына сәйкес келетін және қорған салдырған болуы мүмкін ұлы есімді іздеді. Бүгінде сенімді тәпсіршілердің, білімді тәпсіршілердің көпшілігі Даридің саяси және әскери күшімен ұлы патша ретінде аталған Зүлқарнайн арасында ұқсастық табады. Ол да саяси және әскери билікке ие болған. Алыс жақынды аралаған. Және олар айтады, ол сол Дербенттегі қорғанды салдырғандығы себебінен. Немесе бұл басқа бір қорған беді. Бұл Дербент, сол бір орын. Ол Ресейдегі сол Дербент қорғанын салдырғандықтан, ол Құранда аталған Зүлқарнайн болуы мүмкін. Енді мен мұны толығымен қабылдауда белгілі бір қиындық сезінемін. Қорған бар, оны салуға көмектескен патша бар. Бірақ Яжуж бен Мәжуж қайда? Яжуж бен Мәжуж қайда? Қорғанды бұзып, одан арғы бүкіл дүниені жаулап жатқан олар қайда? Сонымен бұл жеткіліксіз. Бұл толығымен қанағаттанарлық емес. Бірақ Әзіреті Мұхаммед Расулулланы, саллаллаху алейхи уассалам, екі дәуірдің иесі болып табылатын Зүлқарнайн деген адам деп қабылдаған кезде сіз түсіне бастайсыз. Ол қасиетті Құранда екі дәуірдің пайғамбары ретінде сипатталған пайғамбар. Қасиетті Құран оның бірінші келуі кезінде орындалатын пайғамбарлықтар туралы да, одан кейін әлде қайда кешірек екінші келу кезінде
немесе Ахирин дәуірі деп аталатын кезеңде орындалатын пайғамбарлықтар туралы да айтады. And Сонда сіз қасиетті Құранда ұлы адам Зүлқарнайнға қатысты айтылған барлық түрлі мысалдардың мағынасын түсіне бастайсыз. in the Holy Quran, there is reference to the great man Zulqarnain. So, Сонымен екі дәуірдің иесі болған жалғыз пайғамбар Зүлқарнайн болды. and again, Және қайтадан қасиетті Құранда аталған тағы бір адам бұл Хизр, Khizr яғни Қызыр. in the Holy Quran. Бірақ Хизр деген есіммен емес, By the Мұсадан әлде қайда артық ғайып туралы, great holy man. яғни жасырын білім туралы мәлімет алған ұлы адамның, ұлы әулиенің есімімен аталады. Far more than Moses. Moses Мұса одан өзіне серік болуын, жанында қалуға рұқсат етуін және бірге сапар шегуін өтінді. and make a journey. Және екі дәуір мен Мәжмағул Бахрейнді елестетіп көріңіздер. Олар Мәжмағул Бахрейнге, Bahrain, яғни екі теңіздің қосылған жеріне жеткен кезде балықты ұмытып кеткен. the fish. Бұл бірінші нәрсе. Мен сол әңгімеге оралудан бастайын. Рұқсат етіңіздер, түсіндірейін. Yet, Дегенмен басында сол ұлы адам аталмайды. what is mentioned Мұнда аталатыны Мұсаның өзінен жасы кіші, оның шәкірті, немесе қарамағындағы пайғамбары тәрізді болған Фатахпен, яғни жас жігітпен бірге сапар бастағанды. Және олар екі теңіздің қосылған жеріне жеткен кезде, қасындағы жас жігіт теңізге жол тауып, жоғалып кеткен балықты жоғалтқаны үшін жауапты болды. which took its way into the sea. Және олар тамақсыз сапар шегіп келе жатқандықтан, оны табу үшін оларға қайтуға тура келді. Without food. Now the Енді ең алдымен осы эпизодтың мағынасын дұрыс түсіну қажет. understood properly. Содан соң ұлы адамның, әулиенің эпизоды келеді. Whom Ол біраз уақыт бойы Мұсаға бір түрлі қамқорлық жасайды. for a while. Мұса оның қасында бола алмайтын болғанға дейін. Мұса оған қарағанда тым аз білімге ие болды. Ол енді болмайды деді. Now, I believe Енді менің ойымша, Мұса да бір түрлі кіші Зүлқарнайн. Zulqarnain Дәрежесі төменірек Зүлқарнайн болып табылады. in his Онда біз екі дәуірді табамыз. Бірі иудаизм дәуірі, екіншісі христиандық дәуірі. he was Ол екі дәуірдің иесі болды. ages. Both Иудаизм де, христиандық та оның кітабының, екеуінің де ілімдерін басқарған уахи кітабының, илляхи кітабының қарамағында болды. so when did Сонымен олар балықты қашан жоғалтты? the fish Балық рухани азықты білдіреді. Олар оны екі теңіздің қосылған жерінде, яғни бір дәуір аяқталып, екіншісі басталғанда жоғалтқан. Және бұл сол жерден басталуы тиіс болған Мұхаммед пайғамбардың дәуірі еді, саллаллаху алейхи уассалам. Түсінесіз бе? Және бұл дәуір басталғаннан кейін балық жоғалып кеткен. Олар, яғни яһудилер мен христиандар, дүниеде екі халық ретінде өмір сүре береді, бірақ рухани азықсыз. Олар оны жоғалтып алды. Сонымен сайтан оларға рухани азықты ұмыттырды. after that Одан кейін Мұсаға аян берілді. Онда оған өзінен кейін басталуы тиіс ұлы дәуір туралы, соның артынан еру туралы хабарланды. and follow him. Және бұл Мұхаммед пайғамбардың дәуірі, саллаллаху алейхи уассалам. So Hazrat Muhammad Сонымен Мұхаммед пайғамбар, саллаллаху алейхи уассалам, Мұсаның білімі болмаған дәуірдің барлық жасырын сырларынан хабардар сол әулие ретінде бейнеленеді. had no knowledge. Оның үстіне, оның мұндай ұлы пайғамбармен бірге болуға шыдамы жетпеді. So lan tastati'a ma sabra. Сенің менімен бірге болуға шыдамын жетпейді. Lan tastati'a ma sabra. Және дәл солай болды. Сондықтан осында аталған екінші адам Хизр ретінде белгілі. Алайда Хизр деген ұғым
мүлдем жоқ деп есептеймін. Бұл Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, және бұл оған қатысты. Және осы нәрселерді оған қолданған кезде болашақта болуы тиіс басқа да көптеген нәрселерді ашасыз. Мысалы, Арабияның кедей халі. Оның астыңғы қабатында жасырын қазыналар болды. Бірақ сыртқы көрінісі соншалықты жұпыны еді. Сол қазыналардан өздері пайда көре бастайтын жетілуге жеткенге дейін ешкім оларды таба алмады. Бірақ сонда өте көп жасырын хабарлар бар. Алайда ең алдымен суретті дұрыс орнатудан бастау керек. Осының бәрін айтқаннан кейін, енді мен Зүлқарнайнның кім екенін түпкілікті анықтауға келемін. Ол шығыстан батысқа және батыстан шығысқа сапар шегеді. Қай пайғамбар шығыс пен батыс үстінен билік жүргізді? Маған біреуін көрсетіңдерші. Әзіреті Мұхаммед Расулулладан басқа, саллаллаху алейхи уассалам, ешбір пайғамбарға ешқашан шығыс пен батыс үстінен рухани үстемдік және билік берілген емес. Ол күн шыққаннан күн батқанға дейін бүкіл дүниеде сапар шегеді. Бұл мұнда дүниежүзілік пайғамбар туралы айтылғандығын білдіреді, және ол Зүлқарнайн. Ол жасайтын істер оның атынан, оның дәуірінде жасалады. Сонымен сілтеме жоғарыға, жаратушы иеге жасалады. Бұл Мұхаммед Расулулла саллаллаху алейхи уассалам өзі осы шешімдердің барлығын қабылдады дегенді білдірмейді. Бұл оның дәуірінде, оған тиесілі дәуірде осы нәрселер болады. Және олар тар көз қарасты адамдарға жақсы және пайдалы болып көрінбейді дегенді білдіреді. Бірақ Әзіреті Мұхаммед Расулулланың саллаллаху алейхи уассалам уахиінің нұрымен рухани ағартылғандар сыртқы көрінісі жаман нәрселердің артындағы жақсылықты көреді. Сендер ұнатпаған нәрсе сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Дәл осыны біз Мұса мен сол әулиеге қатысты түрлі мысалдарға аударылған түрде көреміз. Сонымен бұл Зүлқарнайнның бүкіл сапарын және оның мұнда не білдіргенін, анда не білдіргенін, мен әлі түсінбеген жерде не білдіруі мүмкін екенін және тағы сол секілді түсіндіру үшін менен әлде қайда терең зерттеулер мен әлде қайда көп уақытты талап ететін кең тақырып. Бірақ менің берік жеке пікірім мынада: Зүлқарнайн Әзіреті Мұхаммед Расулулладан басқа ешкім емес. Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сонымен қатар оған бағынышты түрде бір дәуірді екіншісімен қосу мүмкіндігі берілген кез келген адам да Зүлқарнайн болып табылады. Сонымен осы екінші мағынада Әзіреті өделенген Мәсіх алейхиссалам Зүлқарнайн ретінде қабылдануы тиіс. Өйткені ол исламның екі дәуірін біріктірді. Ол өткен ғасырда екі дәуірдің қосылу нүктесінде тұрды. Мұнда ескі дәуір, алдыңғы дәуір екіншісімен қосылды. Сондықтан бірінші көзқарасты берік ұстана отырып, мен бұл көзқарасты қайшы келетін көзқарас ретінде емес, соның ішінде қамтылған көзқарас ретінде ұсынамын. Өйткені екі дәуірде Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дәуірлері болып табылады. Сондықтан осы екі дәуірдің қосылу нүктесінде пайда болған оның ізбасары, оның шәкірті де өзіндік Зүлқарнайн болуы тиіс. Дұрыс па? Рахмет.